Осы ой біздерге ой салып, осы шумақ, осы арқылы жаңа басталған нәрсе. Сол кісінің енді бір сондай кісі қандай адам екенмен бір сәлем беріп шығайыншы деп барсақ, жаңа кісі айтады, көзі көрмейді ғой енді. Байбарақтың 5-ші ұрпағы, көкем дейді. Өзінен 3-ші ма, 4-ші ма атасы, соның суреті бар екен. Осыдан 120 жыл бұрын түскен сурет, 110 жыл бұрын ба, 100 жыл бұрын ба, сол суретті қарап тұрсам дейді жаңағы. Сипап тұр екенмін көкемнің суретін дейді. Тек қайыптан жаңағы ана кісінің басына дулыға кигізіп, қолына найза ұстап шыға кетті. Түсімде дейді, түсімде. Байбарақ атам осындай болды деп жаңағы сөйлеп ойладым деп ойлап бүгін тұрып отыратын. Сол суреті қайсы десек жаңағы сурет. Тек біздерде ештеңе өзгерткен жоқ. Сақалды, мұртты өзгерткен жоқ. Тек дулыға кигізе қойдық басына, үстіне сауыт кигізе қойдық. Енді сол тап өзінің 4-ші ұрпағы өзі шығарды екен. Енді дәл өзінің суреті емес, бірақ енді сол осы кісі сипаттас болар деп жаңағы солай қылып жасалған нәрсе. Бір араларыңызда жаңағы сондай ой болмас, қайдан алынған нәрсе деп. Енді атамыздың енді ол түрлі жаңағы аруақтар жетеді. Мен кеше неде өзенде жүргенде жаңағы айтқанмын. Ал енді тағы да айтам, енді мына осы арадағы отырған халық осы барлығыңыздың осы демеулеріңізбен жасалған нәрсе, бұл енді Қазақстанға әйгілі болды. Жаңа Астанада беріп жатыр ана сурет, хабарды Қазақстаннан берді, Астанадан берді. Жер-жерден халық келді, жер-жерден ел келді. Жаңа осы арада бір ағамыз ба, ініміз ба шығып сөйлегенде айтты, осы біздер естідік, солай болып жатыр дегенді, бірақ білмейміз, біз бара алған жоқпыз деп. Енді ол біле тұрып бара алмады ма, әлде жағдай келмеді ма, білмеймін енді, бірақ сол асқа Самарадан келді, Саратовтан келді, Астраханнан келді, Башқұртстаннан келді, Өзбекстаннан келді, Алматыдан, Шымкенттен, жер-жерді Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, Қызылорда, Екібастан, жаңағы Жамбыл, Ираннан келді жаңағы бір жігіттер. Міне солардың барлығы елім, мына менің тумаларым, менің туыстарым, менің бауырларым деп жүрегім соғып осы келді. Ал оларға да енді мыңда бір рахмет. Ал енді егер де сол неге барылмай қалған жаңағы адамдар болса, біздер енді білмеймін, біздің қазіргі ойымыз осы күзге қарай атыраулық азаматтар бір жеңілдетті, тағы да бір асып бермеді. Бір жыл бойына бір жыл жасап, тұрып қалған ұят болар деп, бір бәйге ұйымдастырып жеңілдетіп жаңағы бір асып береміз деп отырмыз. Келесі жылы соны Ақтауға береміз, оның арғы жылы Оралға береміз, бір 2-3 жыл қатарынан жасаймыз ба деген ойымыз бар. Енді сонда көрерсіздер қалғанын. Ал енді мына барлығыңызды мына Сарықбай жаңағы ініміз мына ненің дастарханның басын жаңағы мына Құран оқытып ашты, өте дұрыс жасады. Ол бісмілләсіз жасалған нәрсенің қайыры болмайды деген бар, бісмілләсіз жасалған істің қайыры болмайды деген бар. Ал енді мына осындай мына бастамаларың, осы мына басқосуларыңыз ұзағынан болсын. Енді бұл енді жасала басталғаннан кейін енді бұны аяқтамау керек, енді тоқтатпау керек, әрі қарай дамыта беру керек, жыл сайын жасай беру керек. Себебі енді әңгімеге қаласыздар. Былтыр бір адашадап жасалып кетті ғой, артық қожырақ деген бір осындай әңгіме айтылады. Нағашында жиен жүрген жерде, балдыздық, жаңағы жезделер жүрген жерде бұл әңгіме айтылады. Сол себепті енді жылдан жылға дамытып, жаңа бір апамыз айтты, мынаған бір ана жыл жасағанда мынандай жерге сыймай кетіп еді. Ал енді мынаға сыймай, келесі жылы бір қалада жасайтындай, жаңа бір сондай әрі қарай жалғасын тапсын демекпіз. Ал барлығыңыз да бай қуатты болыңыздар, барлығыңыз тек қана осы жақсылық күндерде, тойларда, қуаныштарда басымыз қосылсын, жақсылығымыз көп болсын. Құрметті ағайын-тума, бастарыңыз қосылып отыр екен, наурыз мерекелеріңіз бәріңізге жақсылық алып келсін, құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Тек жұптарыңыз жазылмай, осылай әрқашанда кездесіп, жүздесіп, бір-бірін сыйласып жүре берейік. Өзіме қалсаңыздар, мен Орал облысы, Қарашөбе ауданынанмын. Есімім Әнесов Қабдымұрат. Алашаның сарысы, одан кейін Бөрібай деген Мәшбай деген атамыз тараған. Мәшбай деген Шымыр атамыздан 32 ұрпақ тараған. 32 ұрпақтың біреуі Әнесов атамыз, одан кейін Қарес деген Аманжанның ұлы мен Қабдымұрат 4-іміз бір әкелеміз. Құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум.
Мына жаңа жылдарыңыз бәріңіздің құтты болсын. Мына биыл жақсы бастама бастап, мына Сәкең бар, Еркін бар, осындай бас қосып отыр екендеріңіз оң болсын. Бәріңізге қуаныш, жақсылық тілеймін, жанұяларыңызға денсаулық тілеймін бәріңізге. Біз енді осы өзеннен кештегі өзенде болды. Біз осы 7-8 жылдан бері өзенде жасаймыз. Осыдан 10 шақты жылдан бұрынырақ бір есімі қай жыл екенін ұмытып қалдым. Жаңа әжеміз айтты. Ақтауда болды, оған да қатысқанмын мен. Ақтауда тұр Ақтау деген мейрамханада. Онда да адам көп болды. Енді Ақтаудың қаланың ішіндегі көп алашылар келмеген сияқты мұнда. Ал енді не деймін бәріңізге, тек осылай жақсы денсаулықтары жақсы болып, жаңа жылға жете беріңіз. Әрбір алашаның шаңырағында жақсылық, қуаныш тілеймін. Сонымен қоса мына Асекеңе енді осы барлық жерге қатысып, барлық жерде қалмай келіп жүріп, өзенге де келіп, Ақтауға, Алматыға да барып, Байбарақ атаның басында, түгелдей басында жүріп қатысып, 2 ай басында жатқан осы кісі. Осы соның жаңағы кесенесін тұрғызылған тас біздің өзеннен кетті. Оған да көп көмектесіп, қызмет жасаған азамат дейтін жігіттеріміз, оған да көп рахмет. Сәке, ертесіндерге енді осылай бастамаңыз оң болсын, ары қарай жалғастыра беріңіз, елдеріңіз сау болсын. Біздер өзеннен келіп тұрмыз, 3 жігіт. Кеше осы жігіттердің бір қатары бағасын, біздерге де келім көрім дегесін келіп жатырмыз. Менің де руым Алаша, ақын Қапықбай, Алашаның шағалағымыз. Алаша ауылы, мына бас қосып жатқандарыңыз құтты болсын, жаңа жылдар мерекелі болсын. Мына порт жүкшілік жерде кетіп тұрмыз. Алашаның қара бурасымыз. Біздің аталарымыз, жаңа жолдастарымыз ертерек кеткен, ата-бабаларының балаларға таныстырмай кеткен. Бұл уақытта бұнда ұйым жақын жоқ, бірін бас қосады деген жоқ. Осы заманына қарай кеңшілік болып атқасын жерде мына басшымыз Назарбаевтың арқасында осы елге тапсырып жатқан басшы Назарбаевтың арқасы ғой деп ойлаймын. Енді біз жаңағы Сөкел дейтін арғы атамыз, Ержан Нұрсұлтан дейтін өзім туған атам. Содан өнген 5 қыз, 4 ұлым бар, 9 бала бар. Қайтқанын айтпағанда. Енді ол балалардың барлығы да келген жоқ, жұмыста бір қатары Алашардың ауылының алашалардың келіп отырған үйде Алаша көп қала жоқ, қандай бар атамызға. Енді осы бас қосқандарын әрмен қарай жалғаса берсін. Ендеріңіз сау болсын, отбасыларың көбейе берсін. Енді осы кейінгі балалар ұрпақтарға, осы кейінгі мына жас балаларға мысалы біздің үймен бір аталарымыз жоқ, шалымыз ертерек кетіп қалған, атамыздар бәрі балдар бір-біріне таныстырмай. Сол осы өзімен жаңағы өкілдіктен бері қарай өнген балаларды, біреу үйдің балаларын сол осындай қатарға енгізіп, кітапқа енгізіп деп есептеймін мен, өз қалабасым. Біздер енді үлкен болдық, жасым 77-де, кейінгі балдар жас, ештеңені білмейді. Енді осындай кітаптың бетіне ендіріп атса, мысалы, соның бір-бірін танысып, бір-бірін жақын жуығын қайда екенін білемін деп ойлаймын. Өз қалабасым, ойым. Ал енді талаптарың оң болсын, дендерің сау болсын. Осы бас қосқандары ілгері қарай тек дами берсін деймін де. Мына әр әулеттің бір адам айтқан жақсы шығар. Мен өз алдымда бір әулеттім, менің баламына Сарбана, мына Алтынбек дейтін, Нұрсұлтан Алтынбек дейтін. Алтынбек Тұрарбек, Алтынбек Қуанышбек, Оразбек деген балдарым бар, олар келген жоқ. Бәрі жұмыстың несіменен сол портта мына келін баламен келіп тұрмын. Мынау бір әулеттің баласы келіп тұрған. Ассалаумағалейкум ағайындар, мерекелер құтты болсын. Біз спорттан келген Алашамыз, әкеміздің аты Кенжеғали дейтін, 3 баласы бар. Осы інім Қыдырғожа келіп отыр. Ауылымыздың ақсақалы Смайылға дейтін шалымыз бар еді, ол бүгін уақытқа
жетіп, сол сәлемдемесін айтып жатыр, осы тойларың құтты болсын деп айтып жатыр. Олардың да келін балдары келіп отыр осында. Інілері бәрі. Не айтамын? Тойларыңыз құтты болсын, оң болсын, ұзағынан болсын. Ассалаумағалейкум. Алаш ауылының алдына бас бірігуіне тойларыңыз құтты болсын. Ағаларға насия берсін. Мен өзіме келсем, мен мына Қоршешенке деген жерден келдім. Саят Кенжеғали деген бар өте келді. Мен Саяттың баласы. Інісі Кенжеғалидың баласы. Біздің әке Жақсыбек әкеміз енді 1800 жылдар келген жалпы негізі Маңғыстауға. Содан осы құртта бізде жегіліп туылып қалған қалыптымыз былай айтқанда. Ал енді Алла сәйерсін тойларымыз. Алашан құтпасы боламыз. Біздің аталарымыз асқан деді, біз атасына деген сол келдім енді. Сол әулеттен келіп отыр. Енді біздің ағаларымызға құтпастан ертімен барды кісі болған екен. Қалмақтарымыз соғысқан. Бір-екі баласы қалып қойған Маңғыстауда. Сол Тыныштықбай деген кісіден тараған ұрпақтарымыз. Байжан, Айғалам, Асар деген кісіні Қыдыршаға көмер болып, Қыдыршаға атағын шығарған көпес кісі болған екен. Сол Асарғаның Айғаламды үнсі бар еді, сол Қайырбай деген баласынан сол балаларға 5-6 балалар. Сол ертімен деген барлық кісінің ұрпақтарымызға айтып, үлкен кісіде бар мен де атақ тоқтастан бері тараған аталарға мекен бірейші деп сол біз іздеп келген адамдармыз. Мысалы жаңағы атамыздан ерғали балдарды қалаға еңгіп берсек, соны қабылдайтын адам бар ма екен деп тұрған. Соны берейік деп кімге тапсырамыз мысалы? Bir jasta urib o'tirishdi. Ana internetda alashar mikrofondan aytib жалпы бірталай қазір осы арадағы адамдардың барлығы біледі, интернетте Алашауру деген сайт бар. Соған кіргенде мына жаңа көріп отырған нәрселеріңіздің барлығы бар, басқа суреттер бар, соның ішінде Алашаның шежіресі бар. Сол шежіренің ішінде, мысалға жаңа 1800 жылы кетті отырма, мысалға Жақсыбай деген ақсақал соған дейін болуы мүмкін де бер жағы болмай қалуы мүмкін. Ең содан бері қарай мына өзі білетін болса, соның барлығын қағазға түсіру керек. Қағазға түсіреді, мұны бері қарай кімнен кім тарайды, сосын соны орынға беріп жібереді. Оны ананы өздігінен сала алмайсың, ол бұзылмайды. Себебі әркім бұза берсе талғаны шығады ғой адам. Соны ана жаққа беріп жібереді, солар кіргізеді сосын, солай. Неге? Сіздердікі бар бірақ, сіздер жаңа мына кенжекеңе дейін бар, бер жағында болдар жоқ. Тоқпас кім дегенде? Тоқпас бірақ мен ата жоқ. Ертімен деген кісінің атағы жоқ, мен таба алмадым. Жеңешем Сүлейменовтің аталарының аттары айталып отыр да. Жолбай дейтін шалдан шыққан, Смайыл ағамның Мақтанғалидың інісі болып еді, сол қайтыс болды. Соның Мақтанғали дейтін ағамыздың келіншегі жеңгеміз, баласы Нұрбол Ербол дейтін екі бала. Әр жағын айталады сәл. Әр жағын айталады сәл. Әр жағын айтады. Құрметті Алаша ауылы бүгінгі басқосу мерекелері құтты болсын. Наурыз мерекелеріңіз де құтты болсын. Ендігіңіз сау деп бастарыңыз аман болып осындай тойда, тақсырықта, осындай басқосуда үнемі кездесіп танысып жатырмыз. Жүре берейік. Мен енді Алашаның әйелімін Көйлей деген тарағымыз. Көйлей деген. Алашаның көйлейіміз біздер. Ағаларымыз да бәріміз Алашаның көйлейіміз. Алла айтар. Мына енді Алашаның көбелеймін деп отырмын, құрттай бір минуттық бір ойларыңызға бір нәрсе салып кетейін. Кеше мына Байбарақ атамыздың кесенесінде шақырылып біз қайдан ақша тұрамыз, қайдан кімнен не бар.
ең бірінші бастап берген мына өзендік ағайындар сразу бір 10 күннің ішінде миллион жинап берді. Сосын тағы да кімдер бар дегенде, мына Көбілей деген тушонка бар, білесіздер ғой? Көбілей деген тушонка. Иә, Оралда. Сол інімізге барды, 60-шы жылғы жігіт екен, өзі орыс қолдау жігіт екен. Соған барып, ал енді біздерге ақша керек. Мынау әкеліп отырған хатымыз, мынау счетымыз, мынау мынаған жаңа аударыңыз дегенде жаңа қасында көмекші жігіті бар екен, ол да жаңа Көбілей екен. Жақсы аударыңыз айтылмай жоқ, бірақ соны бар ғой, ана тексеріп болады дейді да, сен жаңағы экстремистерге, қағалистерге, бірдеңдерге аударып отырған жоқсың, біздер білмейміз деп аналар келіп 2-3 күн тексереді. Сонымен таксиге отырып та кетіп барады, жаңағы қасындағы помощник соғады, аға қайда барасыз? Таксимен кетіп барады, таксистке бере қойшы телефон. Соны орта жолдан күтіп алды да 1 миллион қалдырма салып жүр, ешқандай қағаз жоқ, просто анардан счетпен аударсаң ол пәле болады, мынаны алып бердіңіздер. Жаңағы сол түрлеймін деген жаңа айтып отырған нәрсе ғой енді. Құлақтарыңда жүрсін деп. Енді бұл ағайынға 2 миллион береміз деп тұр қазір. Сондай ма? Қалай ағайындар, естеріңізді өткізсек. Келіңіздер, алыс жақынға келген қонақтар отырса, бөтен жұртқа етіп талап, оң болсын талабымыз, Құдай қаласа келген ағайындарға бұрмайды. Ғалипұлы Құрманғалиев болғансын, әрине Құрманғазының ұстазы Алаша болғансын, ортада әу деп термайды аға. Жаңа үлкен ағам, папамның ісі әлі ағам таныстырып жатыр жеңеші. Ал ағайындар енді Сұлтан Бейбарыстан бастап бүкіл 12 ата байырман азаматтарын айта кетейін, батырларын айтайын. Қабыл алыңыздар. Кемшілер болса айып етпеңіздер. Жөн сұрасы бізде болады, танымаса танысу емес шығады. Өзім таныстыра бастайын домбырамен. Домбырамды қолғалып, саусақта бастым кірнеге, әуелі Құдай оңдасын, ата баба әруағы, мені де келіп қолдасын. Ой, байларым атам аруағы, ой, мені де келіп қолдасын. Ой, мұнауда тұрған қалқамай, ағада менен әжелер, ағада менен жеңгелер, апада менен жезделер, ой, қарындас менен күйеулер, әнде менен келіндер, алдыда менен өзімді таныстырайын бастайын. Ой, бұл орта кешеде жүздің ішінде 12 ата байұлы, Сұлтандасы Алаша, жалмаған бет бала саятымды, о менің бақтыбай. Ой, Құдайды берген баламына, өсетін жас талаптыма, ойымда менің білекей, халқымның әрбір тойында, қызметте кетпек ой жүрегі. Ой, әлімде жаңылыш әжем-ай, содан да туып анамай, нағашым менің талымды жалпақтыл малайлы, тыңдап та көр жырымды, аларсың біліп сырымды. Ой, қарағайдай мүйізі, сергеде болса қолбастар, қатардан асқан жүректер, данада болса ел бастар. Кеше 112 ата байұлыдан түскендей болып қалдым қайығынан, болғансын арғатамы сырым батыры, әнменен өлеңменен таңдатырған. Тұманшыл менің халқым сан ғасырдан, Исатай Махамбеттің ұрпағымыз, сойылды ат үстінен алмастырған. Абыздар станалық есеппеген, асыл сөз жақсы сөзді
өзенсің ғой, ал енді тілге келсек шешенсің ғой. Қиналған алашың арманына, алмады мәңгі жұмбағы мекенсің ғой. Астан ауысқан мен Ақмолдаға, орындалған ауыл мекенсің ғой. Төсінде қыздарының күлкі ойнаған, доманды жігіттер айқын тойлаған. Қаланың сарайатын еркін жылып, қырында қасқыр шауып түн ойнаған. Сәлемін алып келдім Жаңаөзеннің, ой бағып бие сауып еш қайдаған. Қалағынан келген едім жауындатқан, ауылдан келген едім дауылдатқан. Атамыз қазақ біздің жат адамнан, кесе қосып шай ішіп айып бауырласқан. Ағайынар мекенсің көріскенде, соғымды дәмететін ауыл жақтан. Көгілі халқымның ортаймаған, уәдеден дос бұзылып жартаймаған. Екі ақын айтысқанда ортасында, дария қымыз құйып, шай қайнатып айсыр қайнатқан ай. Сол кезде ақсақалдар тақиясын қолын алып, еріксіз алашалар ай, бай-байлаған ай. Ағайындар, Ойнеге Абайдың ұрпағын айтып жатырмыз ағайындар. Қазақтың домбырасымен әу деп күнгі кешімізді ашып жатырмыз ағайын. Ал енді